Баршаңызға сәлем, менің есімім Айкерім, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте пайдалы әрі қарапайым, құрамына да көп зат кетпейтін қызылшадан салат жасап көрсететін боламын. Ең алдымен қайнап піскен қызылшаны осылай күштен өткізіп аламыз. Және қайнатылып піскен жұмыртқаның ағын осылай күштен өткізіп алдым. Негізінде сарысын өткізсеңіз де болады. Мен ол сарысын салаттың бетін әсемдеу үшін алып қалдым. Бұдан да көп қоссаңыз болады. Қызылшаны, жұмыртқаны, егер де көп жасаймын десеңіздер, мен өзіме қажетті заттарды алдым. Және алманың сыртын ашмай осылай күштен өткіземіз. Мен бір ғана алманы қостым. Барлығын күштен өткізіп дайындап алдық. Осындай консервідегі жүгері және майонез қажет болады. Енді күштен өткізіп дайындап алған заттардың барлығын бірге саламыз бір ыдысқа. Кейіннен үстіне майонез салып, жақсылап араластырып салатты дайындаймыз. Салат дайын болды. Өте қарапайым әрі оңай, дәмі де өте дәмді шығады. Сіздер жасап көріңіз. Егер де менің видеом ұнаса, лайк басып өз пікіріңізді жаза кетіңіз.